Күтпеген жерден қараңыздар не шыққанын. Бәрекелді. Ох ты, қараңыздар. Золото Маккен. Мәса. О, бәрекелді. Базарық негізгі сигналмен төменгі сигнал берді. Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бүгін біз міне қайтадан копымызға оралдық. Бүгінгі бізде режим поле режимі. Чувствительность 29. Міне бізде бірінші табыс. Төменгі сигналда бір зат шықты. Әне бірге алып көрейік. Металл нержавейка болу керек. Татпаспайтын металл. Осындай сақина. Келгенім жаны бірінші сигналдан осы шықты. Міне достар, біздің кезекті табысымыз. Бұл бізде қараңыздар. Осындай сырға. Өте әдемі дизайн, қараңыздар. Әдемі тастары бар екен. Міне достар, бізде камрад. Бұны бижутері ма или күміс ба? Бижутерия. Осындай әдемі сақина тауыпты. Бұл бізде Вангиш 540 аппараты. Мінеке достар, бізде керемет сигнал. Газета деген сигналмен бізде бүгінгі алғашқы тиынымызды таптық міне. Бұл бізде 50 теңгелік екен. Және де жылы 2020 жылғы 50 теңге. Уже қарайып кетті, көрдіңіздер ма? Қазақстан теңгесінің сапасы. Керемет, лайк басып отырыңыздар. Жақсы табыстар болып отыр. Достар, міне бізде тағы да тиын. Бұл жолы қатты татпаса қоймапты. Және жылтыраған күйінде шықты міне. Бұл бізде 50 тиын теңге 2021 жылға. Достар, мынаны қараңыздар, тура жердің бетінде осындай тиын жатыр. Теңге. Базар жоқ достар, қараңыздар. Не шыққан? Әлі өзі көзіме сенбей тұрмын. Қараңыздар. Бізде түн болып кетті, және де мен осындай басыма фонарик тағып алып іздеп жүрмін. Және бағанадан бері әзірге тым таппадым да, енді қараңыздар не шыққанын. Күтпеген жерден қараңыздар не шыққанын. Бәрекелді. Жылтырап тұрға көріңіздер ме? Мынаны қараңыздар. Бұл монтаж емес, кәдімгідей жылтырап тұр. Алтын болып кетсе қатып кетер еді. Тастарымен бар. Қазір жемен оқып алайын. Пробасы бар болса. Қараңыздар. Қазір шамалы тазалау керек болып тұр. Топырақ жақсы қатты. Так. Пробалық жазылған екен. Қазір көрейік. Қай жағында бар? Міне достар, бұл Cartier деген браслет болады екен.
бұның пробасы 750 болады екен, және де тасы бриллиант болады екен. Және де бұл тура осылай іздеп интернеттен қарасам, мен егер оригинал браслет болатын болса 1.190.000 рубль болады екен. Ол Қазақстан теңгесіне шаққан кезде 6 миллионнан асып кетеді. Және өкінішке орай бұл менде оригинал емес, жай ғана копия болып шықты. Өкінішті ақ. Әрмен қарай жалғастырамыз. Барлықтарыңызға қайырлы таң. Біздің бүгінгі келесі екінші күн. Кешкісін келдік. Және де түнделетіп шамалы іздеген болатынмын, фонарик жағып. Және қазір шай ішіп әлденіп аламыз да, әрмен қарай іздеуге кірісеміз. Достар, көбісі менен сұрап жатады, осы аппаратты қалай настройка жасайды деп. Міне дәл қазір сіздерге қысқаша көрсетіп кетемін. Бірінші аппаратымызды қосамыз. Және қосылғаннан кейін міне бізде мына жерде версия прошивка көрсетеді. Соны жанатып отырыңыздар постоянно. Одан кейін бізде мына екінші режимге қоямын, мен постоянно осымен іздеймін, поле режиміне. Және де чувствительностьті мынау батырма арқылы көбейтіп азайтамыз. Дәл қазір маған 30 чувствительность керек. Менде майда затқайын табуым керек дәл қазір. Сосын бізде частота М3. Одан кейін темір өшіріп жасаймыз, F-ке қоямыз. F-ке қою үшін мынау батырманы басамыз, таған сурет тұрған. Бұл бұл жерде ауысады міне. К, А, Б, F-ке қоямыз. Одан кейін частотаны өзгерту үшін мынау батырманы басамыз. Міне 4, 10, 15, 20, 40, М1, М2, М3. М3 ең тынышырағы. Одан кейін настройкаға кіреміз. Электрический помех. Егер артық сигналдар көп болса сіздер жақта, онда осыны басып помехті дұрыстап аламыз. Электропомех. Шамалы аппаратымызды көтеріп ұстаймыз. Осылай қосамыз, кетеді өзі. Өзі 13-ке дейін саналады. 10, 11, 12, 13. И бізге 5-ші нені қойып берді өзі. Болды. Осыдан кейін біз баланс грунта жасаймыз. Баланс грунта міне бірінші текшер тауып аламыз. Ештеңе жоқ. Таза жерге. Содан кейін мына баланс грунта батырмасын басып тұрып, осылай 20-30 сантиметрге аппаратымызды көтереміз. Дәл осылай. Міне бізде баланс грунта 3 жасалынды. Бұл әрмен қарай іздеуге кірісеміз. Достар, бізде камрат алтын тауыпты. Өткен тебе. Ох ты, Золото Маккен. Мәса. Мықты. Әдемі екен. Мен слабый берді, 4-5 деп берді. Әдем. Бұл бізде Equinox 800. Міне. Бірінші. Провасын көрдің бе? Алтын. Провасы ішіге жағында. Көрініп тұрған. Лайк. Достар, міне аппаратпен келе жатып, визуальный бір нәрсе таптым. Қараңыздар, бір нәрсе жылтырап жатыр екен. Және аппаратпен бір түртіп қалдым. Міне бұл бізде көретін екен. Оппа. Қараңыздар. Мына аппарат шулығып бұтты. Оппа. Тартылмайды оны. Жабысқапты жерге. Оп. Үзілетін сияқты. Дәл қазір күрекпен қасып көрейін. Көмек берейін. Оппа. Аппары келді. Алтын бұл кетсе қапып кетер еді. Сарғайып тұрған сияқты. Қолғақ шешіп алайын. Жылтырап жатыр. Қазір
достар, алтын болып кетуі мүмкін. Түсінбей тұрмын. Жоқ, бижутерия сияқты. Бижутерия или күміс. Қазір. Бижутерия сияқты. Қазір бұған аппарат не дейді екен? Көрейік. Там екен, ұрмас беген. Көрмейді мен. Жақын бұтсан ғана әрен өттір. Бұны аяқтан қалмайды. Қара темір қып көрсетіп тұр. Көріңіздер ме қалай үсіп кетіп жатық біз алтынның үстінен. Міне ұзынный. Достар, кезекті табыс бізде. Міне. Қараңыздар. Сырға. Екі әдемі дизайн. Күміс болып қалуы мүмкін. Оны тазалау барысында көретін боламыз. Атаулық қараңыздар. Жаңағы сырған екінші барын тауалым тағы біреуін. Тура қасынан шықты, екіншісі де. Біреу мұндан шықты, біреу мына жерден шықты. Достар, бағызар жоқ, қараңыздар. Мына алтын тапқан кезде былай істейміз. Жан-жағымызға қараймыз, ешкім жоқ па, бірінші біліп аламыз. Сөйлемізді 3 рет айқайлаймыз. Кімдікі, кімдікі, кімдікі деп. Және қараңыздар. Бағызар жоқ. Не еске сигналмен төменгі сигнал берді. Мәссаған. Ё-майо. Алтын болып кетсе қатып кетер еді. Қазір достар, өзім тазалап көріп алайын. Қазір сүртіп тазалап көріп алайын, сосын сіздерге көрсетім боламын. Өкінішке орай достар, бұл бізде бижутерия болып шыққан сияқты. Себебі цветі де, түсі де бір келмей тұр қатты алтынға. Қатты сап-сары болып тұр. Және де проба таппадым мен. Мұны аймаймыз. Дальше іздейміз. Достар, бізде кезек табыс. Осындай кулон сияқты, алқа сияқты. Дәл қазір суға жуып көремін. Екен. Көріңіздер ме? Өте әдемі. Достар, мына арадан не байқап тұрсыздар? Әрине мынаны. Қараңыздар, қалып жылдап тұрған. Базар жоқ, қараңыздар. Кәні. Бәрекелді. Осыны мен 2 күн бойы іздедім ғой осыны. Мәссаған. Шықты, наконец-то. Ура, ура, ура. Достар, құттықтап қойсаңыздар от. Міне нағыз алтын деген осындай от. Міне. Міне пробасы арт. Пробасын оқиын. Көзім жетпей тұр. Бірақ 585 сияқты. Ес. Ура. Дегенде молодец. Наконец-то маған бүгінге тауып берді. Лайк басып отырыңыздар. Керемет. Достар, бізде кезекті сигнал. Бұл әрине бізде тағы да сырға. Арзан металдан жасалған сырға осындай.
бір сумка қоқыс шықты. Сумкам жартысына толды қоқыс. Міне достар, біздің бүгінгі видеомыздың қорытындысы осыншама тиын, және де бізде міне осындай алтын сырға, және мынау алтын болмай шықты. Және ішінде осындай жазу бар. Бірақ бұның осының оригиналдары қымбат тұрады екен, 3 миллионға дейін барады екен бриллиант тастарымен. Бұл алтын болмай қалды. Одан кейін менде міне кешеге тапқан сырға, осындай сақина кешеге тапқан. Бұл мынаның екеуінің сынар-ау деймін. Жаңағыда эмблемасы ұқсас екен. Содан кейін мынандай алқа шықты. Және бұнау бізде де алтын болмай шықты. Және мына екі сырға сынарымен. Сонандай сырға майда шүйіліп. Және осыншама тиын шықты. Эквинокс 800-бен табылған заттар. Жо енді